Бұл бейнеде біз Жапониядағы Нагасаки қаласына тасталған екінші атом бомбасының семіз адамның қалай жұмыс істейтінін қарастырамыз. Фотон жарылғыш типіндегі ядролық бомба. Бұл да кішкентай бала сияқты деп те жатады, бірақ жарылу стилі басқаша. Бұл Юджерді атоммен салыстырғанда осылай. Оның массасы 4670 килограмм және ұзындығы 3,3 метр. Оның механизмін көрмес бұрын, алдымен оның негізгі бөліктерін қарастырайық. Ан 129 соққы сақтандырғыштары, RG радар антеннасы батареялармен ойнайды. X5 оттық қондырғысы. Аспаптармен ойналатын детонаторлары тұтандырады. Радарлар сияқты бөшкелерден ажыратқыштар мен таймер бөшкенің түтегінде коллекторы, 32 дана жарылғыш зат. Көпір сым, детонаторлары жасыл қауіпсіздік және қызыл қару-жарақ тығындары. Ішінде бірнеше сфера бар. Жарылғыш сфера сияқты жылдамырақ жарылғыш зат.